Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сіздермен өтетін тақырыбымыз тағамды қоспа ретінде қолданылатын негіздер өкілдері. Алдымен тоқталсақ, қандай негіздерді қарастырамыз? Е524 натрий гидроксиді, Е525 калий гидроксиді, Е526 кальций гидроксиді, Е527 аммоний гидроксиді және де Е528 магний гидроксиді. Алдымен натрий. Е524 атты натрий гидроксиді, біз білеміз оны каустикалық сода деп атаймыз. Жалпы синтетикалық шыққан қышқылды реттегіш тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Жалпы натрий гидроксидін қолдануы бұл какао бұршақтарының құрамында, көкөніс, тамыр дейміз, жемістердің құрғатқыш ретінде және де теріні тазартқыш ретінде қолданылады. Есірткіні заңсыз өндіруде қолданылады екен, зәйтүнді жұмсарту мақсатында қолданылады екен. Ал қышқылды реттегіш ретінде мынандай тағам құрамында кездеседі, яғни бұл какао, шоколад, балмұздақ, алкогольсіз сусындар және де карамель өндірісінде кездеседі екен. Жалпы кестеге назар аударсақ, натрий гидроксиді қышқылды реттегіш, бұл жасанды және де адам организмі үшін төмен болып табылады. Келесі біздің өтетін негізіміз Е525 атты калий гидроксиді, яғни каустикалық калий дейміз. Бұл да синтетикалық шыққан қышқыл реттегіш тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады екен. Жалпы калий гидроксидінің зияны таза түрінде теріге, яғни шырышты қабыққа әсер етеді екен. Көздің түсуі әсіресе қауіпті екен, яғни көзге шырышты қабыққа әсер етеді. Қағазды, теріні және де басқа да органикалық материалдарды бұзады екен. Қолдануына келетін болсақ, шоколад пен какаоның негізіндегі өнімдерде қажетті pH деңгейін құрады екен. Мұздатылған көкөніс әсіресе картоптың қызаруына әсер етеді. Көкөністерден, тамырлардан және де жемістерден құрғатқыш теріні кетіргіш ретінде дедік. Және де катализатор ретінде күнбағы, зығыр майының құрамында тазарту реакциясын жүргізу үшін қолданылады екен. Кестеге назар аударсақ, яғни калий гидроксиді категориясы қышқылды реттегіш, шығу тегі жасанды және де адам организмі үшін төмен екен. Келесі қозғалатын негізіміз бұл Е526 кальций гидроксиді. Синтетикалық шыққан қатайтқыш, қышқылды реттегіш дейміз және де технологиялық мақсатта қолданылады. Зияны концентрацияланған түрде терінің шырыштық қабаттың тітіркенуін болдырып химиялық күйікке алып келеді екен. Көзге әсер етіп, ингаляция кезінде соқырлық және де өкпенің зақымдануына үлкен әсер етеді екен. Жалпы улануының белгілері, яғни жану сезімі, спазм, яғни тамақтың ауруы, қан қысымының төмендеуі, асқазан ішек жолдарының бұзылуына әкеледі екен. Осындай белгілерді егер көретін болсақ, яғни бұл кальций гидроксидімен улану белгісі екенін қарастырған жөн. Және де алғашқы көмек ретінде не істейміз? Зардап шеккен аймақты сумен мұқият жуамыз. Кальций гидроксиді жұтылса, 1 стакан су ішіп, немесе сүт ішіп дейміз, дереу дәрігерді шақыру керек. Яғни бірінші бейтараптап залалсыздандыру керек. Атауы, яғни кальций гидроксиді категориясы қатайтқыш дейміз, қышқылдатқыш, немесе қышқылды реттегіш және де тығыздатқыш және өсімдіктердің ұлпалары үшін. Шығу тегі жасанды, қаупі төмен. Және де біздің келесі қозғалатын негізіміз аммоний гидроксиді, яғни Е527 атты синтетикалық шыққан қышқылды реттегішке жатады. Тамақ өнімдерін өндіру процесінде технологиялық мақсатта қолданылады. Жалпы зияны шырышты қабықтың тітіркенуі, ас қорыту жолдары мен бауырдың бұзылуына әкеп соғады. Жоғарғы тыныс жолдарында, яғни өкпенің әсеріне және де көзге, теріге әсер етсе, улы екен, яғни терімізді құртып алады екенбіз. Және де пайдасы, сонымен қатар пайдасына келсек, адамды есінен танып анестезиядан шығарады екен. Яғни орысша айтқанда нашатырный спирт ретінде, яғни адам есінен танып қалса, бірден осыны ескетсек, жаңағы есінен қайтадан оянады екен. Яғни сонымен қатар кесілген жерлер, жәндіктер шағу іздерін
осы жояды екен аммоний гидроксиді. Қышуды жойып, жараны дезинфекциялайды екен. Жалпы атауы аммоний гидроксиді қышқылды реттегіш, оттегі жасанды және де қауіп адам организмін төмен. Жалпы келесі соңғы тоқталатын негізіміз магний гидроксиді Е528 атты. Жалпы синтетикалық шыққан тұрақтандырғыш, қышқылды реттегіш дейміз, технологиялық мақсатта екен қолданылуы. Зияны: ас қорытуды бұзады, жүрек айнуын тудырады, іш жүргізетін әсерге, яғни 4-6 сағаттан кейін ішіміз бірден өтсе, су тұз балансын бұзады екен, асқазан ішек жолдарының ауруларын алып келеді екен. Сонымен қатар қаупі, яғни жүктілік немесе емшек сүтімен ему, альцгеймер ауру кезінде, яғни осындай белгілер бар жалпы тұтынушылар үшін ұсынылмайды екен. Зиянына келетін болсақ, жаңағы айтып кеттік, және де қолданылуы. Какао өнімдерін құрап, яғни осы 70 граммға дейін қолданылады екен. Тіс пасталары мен дезодоранттың құрамында, ірімшік пен консервіленген көкөністің құрамында, асқазан қышқылын бейтараптандыру үшін күйдіргі ретінде, іш жүргізетін дәрі ретінде, яғни стоматитті емдеу үшін де осы магний гидроксиді қолданылады екен. Яғни кестеге назар аударсақ, магний гидроксиді категориясы тұрақтандырғыш, қышқыл реттегіш дедік, шығу тегі жасанды, қауіп адам организмі үшін төмен екен. Осымен біздің егіздер тақырыбымыз аяқталды. Бүгінгі сабаққа рахмет, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.